Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз қатықтың істелу әдісі. Көбінесе қойдың, ешкі мен сиырдың қаймағы алынбаған сүтінен ұйытқан аса қою айран. Оны әзірлеу әдісі былай: піскен сүт қан жылым дәрежесіне дейін салқындатылады да, бұрынғы айраннан ұйытқы құйып, бір шелекке бір кесе араластырады да, одан кейін бетін қаптап жауып қояды. Ұйыған уақытта қатықтың бетін жазда 2-3 сағат, күзге таман салқын түскен кезде 3-4 сағат ашып біраз салқындатады. Жақсы ұйыған қатыққа шанышқан қасық түк тұрады. Оның қатық аталуы да осыдан, ал бабына келмеген қатық саналмайды. Аспазға сын қойылады. Қатықты сол күйінде ішеді. Бұл қарын аштырмайтын өте жұғымды әрі сіңімді тағам. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.